Келесі тапсырмаларды орындаймыз. Реакция тізбегіндегі X және Y затын анықтауымыз қажет. Бұнда бізде бірінші сірке қышқылы және одан монохлор сірке қышқылы түзіліп тұр. Және одан амино сірке қышқылы түзіліп тұр. Бұл тізбектегі X және Y затын анықтауымыз қажет. Бізде бірінші X затына H-хлор және хлор деген нұсқалар бар. H-хлор бізде қышқыл болып табылады, сірке қышқыл, бұл да қышқыл. Қышқыл мен қышқыл реакцияға бұл жерде түспейді. Сондықтан хлорды мұнда қосу үшін біз алкандарға тән бос радикалды механизмнің мысалын айтсақ болады. Сонда хлорға қосатын болсақ сірке қышқылын, сутекті бөліп алып H-хлор және хлор сірке қышқылын түзеді. X заты бізде хлор болып табылады. Енді бұл жерде Y затын анықтауда келесі варианттар бар: азот, аммиак және азот диоксиді. Бұл жерде амино тобы аммиактан ғана пайда болады. Яғни Y заты бізде аммиак болып табылады. Аммиакты қосқан кезде хлор сірке қышқылына хлордың орнын басады. Бұл жерде нуклеофил хлор болып табылады. Амино тобы да нуклеофилді орын басу механизм арқылы жүріп жатыр. Нәтижесінде бізде альфа-амино сірке қышқыл немесе глицин түзілді. Келесі тапсырма. Құрамында 40% қоспасы бар ізбестастың 20 тонна массасынан 7 тонна кальций гидроксиді синтезделген. Шыққан кальций гидроксидінің шығымын анықтау қажет. Яғни ізбестас бізде кальций карбонаты. Құрамында 40% қоспасы бар. Яғни және жалпы массасы 20 тонна. 20 тонна 40% қоспасы 20 тоннаның 8 тонна болады. Сонда таза бізде ізбестасының массасы кальций карбонатының 12 тонна. 12 тонна таза, 8 тонна бізде қоспа. 12 тонна кальций карбонатынан бізде 7 тонна кальций гидроксиді синтезделді. Қандай реакция арқылы? Біз бұған натрий гидроксидін қосатын болсақ, нәтижесінде натрий карбонаты және кальций гидроксиді. Реакцияны теңестіретін болсақ, 2 қоямыз. Осы жерде бізде кальций гидроксидінің массасы 7 тонна беріліп тұр. Енді шығымын анықтау керек. Омега қанша? 12 тонна кальций карбонатының біз зат мөлшерін анықтаймыз. 12 тонна бөлінген. Кальций карбонатының молярлық массасы 100 грамм моль. Тең болады 0,12. Зат мөлшері кальций карбонатының және кальций гидроксид зат мөлшерлері тең, сондықтан осы зат мөлшерін қолданамыз. 0,12-ні кальций гидроксидінің массасын анықтауда. Оның қазір практикалық массасын анықтап көрейік. Теориялық массасын анықтап көрейік. Және 7 тонна бұл бізде практикалық масса. Сонда осы формула арқылы n бізде 0,12 көбейтеміз. Кальций гидроксидінің зат молярлық массасы бізде 40 және 34, 74 болады. Масса тең теориялық. 0,12 көбейтілген 74 грамм моль. М теориялық. Сегізде 88 тонна. Бізде теория бойынша кальций гидроксидінің 8-де 88 тоннасы шығу керек, алайда 7 тонна шыққан. Практикалық 8-де 88 100% болатын болса, 7 тонна омега. Омега тең 78-де 82%. Но жауабы болады. Келесі тапсырма. Массасы 188 грамм, құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бөлінген күкіртті газды сіңіруге қажет натрий гидроксидінің көлемін анықтаймыз. Мырыш алдамшысы деген сол мырыш сульфидінің
қоспасы бар, және ондағы мырыш сульфидінің пайыздық мөлшері 94% болып тұр, 6% қоспадан тұрады. 6% қоспа. Жалпы массасы 188 грамм болатын болса, ондағы 94%-ды анықтаймыз. (176,72 грамм). Бұл таза мыс сульфидінің массасы. Әрі қарай мыс сульфиді бізде оттек қатысында жанады. Нәтижесінде мырыш оксиді және күл диоксиді түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, мұнда 2, мұнда 3, мұнда 2. Олардың массасы, яғни мұнда мырыш сульфидінің массасы анықтадық біз таза, және одан түзілетін күкірт диоксидінің біз зат мөлшерін анықтауымыз керек. Бірінші мырыш сульфидінің зат мөлшерін анықтаймыз. N мырыш сульфиді тең 176,72 бөлінген оның молярлық массасы. Мұнда бізде 2 коэффициенті бар. Мырыш сульфидінің мырыш бізде 63,5, қосылған 32, 95,5. 95,5 грамм моль. 2-ке көбейтпесем болады, себебі зат мөлшерлері күкірт сульфидінікі тең болып тұр. Дәл осындай зат мөлшеріне тең болады, тең 1,85 моль. Мырыш сульфидінің зат мөлшері тең күкірт диоксидінің зат мөлшеріне. Сондықтан 1,85 деп аламын. Енді осы түзілген күкірт диоксидін біз натрий гидроксидімен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде натрий сульфиті және су түзіледі. Теңестіретін болсақ, мұнда 2 натрий, 2 сутек тең, күкірт, оттек саны 4, мұнда 4 теңескен. Осында бізде күкірт сульфидінің зат мөлшері 1,85 моль, мұнда да 1,85 моль жұмсалады. Бізге натрий гидроксидінің көлемін анықтау керек. Ал натрий гидроксидінің зат мөлшері күкірт диоксидінікінен 2 есе көп екенін ұмытпауымыз керек. Сонда N натрий гидроксиді тең болады 2 есе жоғары. 1,85-ті 2 көйтеміз. Оның зат мөлшері бізде 3,7 моль болады. Массасын анықтаймыз натрий гидроксидінің. Масса натрий гидроксиді тең 3,7-ні көбейтеміз оның молярлық массасына. 40 грамм моль 3,7 тең болады 148 грамм. Бұл натрий гидроксидінің массасы. Енді оның көлемін анықтауымыз керек. Бізге тапсырмада оның бұл ерітіндінің 20%-ық екені белгілі, омега 20%, және тығыздығы ро 1,125 грамм сантиметр куб. Осыны біз қазір көлемге айналдырсақ болады. 148 грамм бұл 20%. Натрий гидроксидінің таза массасы, ол ерітінді ретінде берілсе, оның 100%-ын табамыз. 100% ерітіндінің массасын анықтаймыз. X дейтін болсақ, X тең 740 грамм. Бұл жалпы натрий гидроксидінің 20%-ық ерітіндінің массасы 740 грамм. Енді оның көлемін анықтаймыз. Көлемі бізде мына формуламен есептеледі. Ро тең М бөлінген В. 740-ты бөлеміз роға, сонда В шығады. В тең 740 грамм бөлінеді 1/1000-нан 125 тең болады 650 миллилитр. Жауабы бізде осы болады.
келесі тапсырмада төртінші период элементтеріне сәйкес келетін электрондық формуланы анықтауымыз қажет. Мұнда берілген нұсқалар 5s2, 5p6, 5d2, 6s2, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, 4s2, 4p6, 4d2, 5s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 және 4s2, 4p6, 4d2 және 5s1. Бірінші нұсқа жарамайды, себебі 6s2-ның бар болуы бізде 6-шы периодтағы элементті көрсетеді. Б нұсқасы 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 бұл 4-шы период. Ал С нұсқасында бізде 5s2-ның болуы нәтижесінде бұл 5-шы период. Д нұсқасында 3p6 мен аяқталды 3-шы период және 4s2, 4p6, 4d2, 5s1 бұл 5-шы период. Сондықтан жауап Б 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 бұл хромның электрондық конфигурациясы. Алдын толықтырып жазатын болсақ, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 18, 7, 25 электрон. Хром. Төртінші период элементі. Келесі тапсырма. Минералды су құрамында натрий, калий, кальций иондары, катиондары және хлорид, сульфат аниондары кездеседі. Дистилленген судан құрамы ұқсас ерітінді алу үшін қандай тұздарды ерітуге болады? Яғни бізде таза дистилленген су, онда ешқандай тұздар және иондар жоқ. Қандай тұздарды қосу арқылы біз шамамен минералды судың құрамына жақын бір қосылыс ерітінді аламыз. Бұл жерде бірінші нұсқа натрий сульфаты, кальций хлориді және күміс хлориді. Бұл жатпайды, себебі күміс хлоридінен бізде хлорид ион пайда болмайды және онда күміс бізде тұнба ретінде, күміс хлориді тұнба болады. Барий сульфаты, кальций хлориді, натрий хлориді. Бұл да жатпайды, себебі барий сульфаты ерімейді, ондан сульфат ион түзілмейді. Үшінші нұсқа барий сульфаты, кальций хлориді, калий хлориді, барий сульфаты ерімейді. Төртінші нұсқа кальций сульфаты, калий хлориді, натрий хлориді. Калий хлориді, натрий хлориді ерейді, алайда кальций сульфаты аз ерейтін қосылыс, сондықтан бұл жатпайды. Бесінші нұсқа натрий сульфаты, кальций хлориді және калий хлориді. Калий хлориді барлығы, яғни үшеуде кальций хлоридте, натрий сульфатта ерейді. Нәтижесінде калийдің ионы, натрийдің ионы, кальцийдің ионы түзілді. Міне 3 катион бізде сульфат анион және хлорид аниондар. Міне аниондар толық. Яғни дистилленген суға осы 3 тұздың қоспасын қосатын болсақ, суда ерітетін болсақ, бізге шамамен минералды судың құрамына жақын ерітінді пайда болады. Осымен біздің тақырыптарымыз аяқталды. Келесіде басқа тапсырмаларды орындаймыз.